Жезе, жай жүрсіз бе? Қалай? Жақсы? Жұмыстар қалай? Басқа қалай девасыз ба? Аны педагог ұйымдастырушы деген бар екен ғой, соған құжат торлап. Педагог? Молодец, дұрыс. Сен педагог болмағанда кім педагог болады? Ой, кіші. Не ғой, қарша. Сені сұрайын деген. Анау, жарты лимон деген бере тұршы. Қандай жарты лимон? Анау оққа төлейтін ше? Қойыңыз, оққа төлейтін ғой. Ой, әлі бір айың бар ғой. Бір айдан кейін орнына қойып берем. Маған срочно машина алу керек болып тұр қазір. Ана доставкаға жұмысқа батырды маған. Жақсы бір машина ал деп еді. Абалатайшы, бере тұршы. Қайдармай қалсаңшы. Ой, әлі 30 күн бар ғой. 30 күнді қойып беремін, жинап. Қайта өзіңе де жақсы күндіз жұмысқа барып тұрам, кешке айдап тұрасың ғой өзіңде. Бермей қоймайсыз ба кешке? Қашан бермедім мен саған? Бұзылып қалды. Берем деймін мен саған. Берші. Бересіз қой? Берем. Болды қазір. Болар еді. Қайда қойым оны? Алып қойғас қой, ойнап тұрсыз қой, Жезе. Нені алып қойған? Жарты лимонды алып, мен әдейі ойнап тұрсыз қой. Айналайын, мен сенің ақшаңды қайда тұрғанын қайдан білейін мен? Аған жоқсыз ба? Аған жоқ, есің дұрыс па сен? Ойбай, бәле қорды қараса, алып қойғасың ғой деп. Қалай ұялмай айттың, Жастықтың астында тұрған сияқты еді ғой. Қайдасың? Ойбай, мына. Тошмаған жоқсыз ба сіз? Сен немене? Мен кім деп тұрсың сен? Тұр екен ғой міне. Ой, бәле қора, Со таппаса менен көрмекшісің сен соны, Ой, жастық астына қойып қойған ғой, қалай? Орақ қойып бұл. Қайтарыңыз бірақ. Болды. Ровно 2 ай. Қалжың. Болды. Құдай қаласа, ықтияттап жинап қайтарам. Құдай қаласа. Алдап шақырып алып адамды. Керегі жоқ маған әпке. Ол сабақтың тәжірибемде жоқ қой мен. Айналайын-ау, тәжірибе деген уақытпен келеді ғой. Қош, қолын істеп кетсем де бар ғой, бұл жұмыс істемеймін мен. Şu қыста аяздағы қой, жазда жүресің, талақ деп, пол қырас. Үйді істемей бұл жұмысты мен. Зато күзде боссың. Күзде боссың ғой. Күзде боссың. Шақырған кезде педагог ұйымдастырушы шақырып алып, кәсіпорын не сатып алдым ма? Кәсіпорын не сатып? Мына қарасың? Ручканы айтсашы. Подсвет қылып алып қой. Кім алды еді саған өйтіп? Бетер жүреміз деп алып қойсын. Мен де соны айтып отырмын ғой саған. Педагог болу үшін педагогикалық тәжірибе керек. Сен биыл осы жұмысты істеш, жақсылап істеп, көзге түсіп белсенді болсаң саған өздері-ақ неше түрлі жұмыс ұсынатын болады. Қазір білесің ба? Қолынан іс келетін адамдар аз ғой қаршыға. Қойыңшы, айттым, бітті бар ғой ше. Істемеймін дедім ба? Істемеймін мен. Осыдан мен физрук болсам бар ғой ше, қаршыға деген атым өшсін. Не бопты ал? Жүрейін емес ол, кішкене доба алып, кішкене балдардың ортасында. Тыныш. Есен, ек қадам алға. Не күлкілі болып тұр саған не? Не күліп атсың мен саған не? Біреуді бір жер ашып тұр ма не? Кешіріңіз ағай. Айтсайдың мен саған не? Директордың кабинетini сайрайсың, түсіндің ба? Жылама болды, қызсың ба не жылайтын? Сүрт көзіңді, ашек көзіңді. Наказание саған, 10 рет приседание істейсің кәдімгі жерде. Көрейін сосын сен күлгенің. 1, 1,5, 2, 2-де 1, 2-де 2 тесте давай, 2-де 3, 2-де 4, 2-де 5, күлсің енді, 2-де 6, 2-де 7, 2-де 8, 9, 3, 7 бар әлі, 3-де... Ой, тұршы, өтірік істемей, тұр деймін саған, әсет.
Осындай бар ма еді? Ha? Әсет? Әсет ойнап түседің бе? Оңбаған жетесіз. Кешіріңізші есін. Неге күлесің мұғалімге, а? Маған емес екен ғой. Мен саған сондай тәрбие бердім ба? А? Ой, кезінде мұғалімдер, мына біздер өте мықты болдық қой. Иә. Мен балаларды бір тірп еткізбей ұстайтынмын. Қазір не? Өңшең бір колледж бітіріп келген ба? Бір сырттай оқып келген ба? Оларды бала тыңдай ма? А? Сосын бала құтырады. Дұрыс па? Есіна, мен де сырттай оқимын ғой, жаман айттыңыз негіз. А? Ой, сен мықты? Ой, сен сырттай оқысаң да, сенің білімің өте зор, күшті. О, қалай ойнатасың балаларды, а? О, атың бет, Қарлығаш бет? Қаршыға. А, Қаршыға айналайын. А, негіз бар? Жоқ па документ? Білмеймін, жоқ қой. Мына жерде тұрушы еді ғой? Көрдің ба мына жерде? Көрдім, жоқ. Қайда кетеді ол? Мына арасын көрдің ба? Жоқ деймін ол жерде де. Жындырмай, қалай жоқ дейсің? Қалай жоқ документ? Үйдің документі жоқ болса да үйде? Не қарап жүрсің сен документке еге боламай, а? Үйдің кішкентай бір документіне еге боламайсың ба сен? Бұл саған анша қағаз емес қой бұл. Үйдің документі қойып қоймайсың ба? Тиянақты. Документке салақсың бар ғой, бетіңе айтайын мен сенің бар ғой, а? Құдайды бір кішкентай ғана анда-санда көрсететін документін жоғалтып отырсың. Осы жүр қыз машинаның документін жоғалтпай, тек басылып, правос күнге қалтамызда жүреді ғой біздің. Жылына бір көрсететін бір документіңді таппайсың. Сіздерсен неменеге тұрсың сен? Жоқ ол жерде. Мынаның арасын көрдің ба? Сенің бар ғой, а? Жаныңның барында алып кел қазір маған осы документті. Салаға таңын алды. Мына тірлікті бір апа білуші болмасын де. Түсіндің ба? Өзі уайымшыл. Одан сен ауыр қылып тындырасың енді. Иә, апам айтпау керек. Иә. Саған салса сен маған да айтпай мына үйді сатшы беруге сөйлеп қалдың ғой сен, білесің ба? А? Маған айтпай мына үйді сатшы бере салдың ғой сен, білесің ба сен? А? Мына спальныйда ұрсуға болмайды дейді ғой, баштай. Жүрші мына жаққа. Саған көрсетейін. Отыр мына жерге. Ал, жетістің ба? Жетістің ғой, а? Молодец. Өмірімді өзгертем. Өзгерді өмірің. Өзгеретін болды өміріміз, керемет болды. Аналардың етіп кеткен естідің ғой, а? Болды. Үйден айырыламыз. Үйсіз қалдықпыз. Қаңғимыз енді. Өмірің не болатынын білесің ба? Мен зек болам, сен бомж боласыңдар. Қол жайып тентіреп, дуана боп, тентіреп кетесіңдер. Ал, осы ма? Аңсағаның осы ма еді? Жеттің арманыңа. Өзгерді өмірің. Ал, мәз бол енді сен. Мен ба енді соған кінәлі? Кім кінәлі енді? Не қатысым бар менің оған? Қалай қатысым жоқ? Неге өміріңді өзгертемін деп қақсайсың сен, а? Неге қақсайсың өміріңді өзгертемін деп? Мен енді жақсы жағына өзгерткім келді ғой. Осы ма жақсы? А? Осы ма? Кім айтты саған? Айтшы. Кім айтты саған адамның бүкіл арманы жақсы жағына өзгере береді деп өмірі? А мына өмірде не жамандық көрдің сен? Айтшы, мына өмірде не жамандық көрдің сен? Осы Құдайдың берген бір тіршілігіңде рахатыңа өмір сүре бермедің ба? А? Ал, өзгерді өмірің. Ырза шығарсың енді, а? Документ қайда үйдің документі? Мен қайдан білейін? Қалай білмейсің үйдің документі? Білмеймін. Неге білмейсің сен? Білмеймін. Білмейсің. Неге менің рұқсатымсыз үйді жарнамаға қоясың сен? Кім рұқсат берді саған менсіз жарнамаға қоюды? А? Мырзахан, сабыр етші. Неге сабыр етемін мен? Бұл мәселенің бар ғой, үйдің құжатына да, үйді сатуға да түк қатысы жоқ. Неге қатысы жоқ? Жоқ қатысы. Осыдан шықтыр бәленің бәрі сен. Білесің бе сен соны? Іздеп жатырмыз ғой, сұрау керек қой енді. Баратын жерлердің барлығын бардым. Жоқ. Жезеге жүрсеңші ана жамантам жақты барып іздеп қайтайық та. Бірден көріп келмедің бе? Сол жерді сразу көріп келмедің бе енді? Енді мен телефоным зарядсыз отырып қалған ғой. Зарядканың не керегі бар? Барып көріп. Иә, не керегі бар? Барып көре салмайсың ба? Қорықтың дей салмайсың ба? Ой, қойыңызшы енді сіз де енді осындай жерде тиіспей. Қорқасың да қорқасың бар ғой. Қорыққан жоқпын. Ей, Зарядка. ал жаман кемпірдің үйін іздеңдерші. Оған зарядкамыз жоқ, Есаға. Зарядкамыз жоқ біздің оған. Болды. Зарядканың не керегі бар? Болды, айтсаңыз жоқ. Сабыр сақтаңыздар болды. Ұрысып шығасыздар. Неге үсіп Так, мәди.
сендерге анау жоғары класстың балдары ақша талап етіп, ұрып соғып, қоқаң-лоққы жасап, сонда әрекет болып па еді? Жоқ. Ой, әбеке біледі ғой қаршығаның інісі екен бұлар. Біледі ғой, ешкім тиіспейді бұларға мен тұрған кезде. Қайда енді, қайда? Ой, енді мен таңертеңнен кешке дейін қасында жүрмейтін шығармын мен. Болды. Мұны дұрыс енді. Есеке, сіздер мына балдарға ұрсып, екі алдың деп, ұрып соғып, олар үйден кетіп қалып, ашуланып, басқа жерде ұйықтап қалып, сонда қарекет болып па еді? Қайдағын айтады екен мынандай. Мен ұрсам бен балаға, а? Өз жарым көңіл балаға не деміз мен, а? Ай, тұра бермей іздесеңдер шайын. Іздеп жатырмыз ғой енді, барлық варианттарын білуім керек қой енді мен енді. Сендер әдетте қай жерде ойнайтын едіңдер? Осы есік алда ойнайтынбыз, бірақ алысқа кетпейтінбіз. Сосын питакта ойнайтынбыз. Питак? Так, питак. Ол не питак? Мырзахан ағаның таксистермен бірге тұратын жері. Таксист. Ол жерде не істейді дейсің? Бала не істейді дейсің ол жерде? Іздесеңізші. Іздеп тұрмыз ғой енді, келіп тұрмыз ғой енді. Былай істейік. Есін аға, ауылдастардың чатына жіберейік хабарлама. Сөйтші енді. Тарайды ғой, тез-тез, Қан жібер, Құрметті ынтымақ ауылының тұрғындары, шұғыл хабарлама. Дабыл қағамыз. Екі бала таңертең мектепке кеткен, қайтып оралмады. Арман мен Әсет деген бала. Білмеймін, жоқ. Құдай, аман болса екен. Ит құсқа жем болды ма, қасқыр жеп кетті ма, кім біледі тағы? Ой, жағың қасқыр не сенің айтып тұрған? Енді бірден, сізде жаңғырсыз кедір жасып, басынан жіберім кәс. Құрметті ауылдастар, шұғыл хабарлама. Арман Әсет деген бала мектепке кетіп, таңертең қайтып кешке оралмады. Көрген білгендер болса хабарласуларыңызды сұраймыз. Так, болды. Есеке. Так, балдардың екеуіңіз екі баланың жеке суретін, одан кейін барлық данныйларын мен жазып алуым керек. Екі суреті керек, одан кейін балдардың қандай ерекше белгілері бар еді. Мынау енді құйрығында қалы бар ма? Сонда қандай белгілері бар еді енді? Не керек бар? Қалдың не керек бар, а? Оныңа өзі керек бізге. Болды, іздейміз, табамыз. Болды. Жаңа тамды көрейік. Ай, кетейік те жүрейік. Барамыз ғой енді, бар, жүр. Сен менімен жүр. Біз жаман тамды көреміз. Сен қал. Аспаңыздар. Табамыз. Сіздер қалыңыздар, мен іздеймін болды. Ой, мейші. Өзіміз табамыз. Сіз үйге кіріп отыра бердіңіз. Арман. Әсет. Арман. Арман. Сешесін жақырағың не? Ой, жесек жаман су жүрегі кес қой. Сонша қайлағаңыз не? Жоқ манақна? Мына жақта бар ғой. Бұлар тұрмақ. Біз өзіміз әрең жүрміз. Бұлар бұл жақта ойнай алмайды. Бұл жақта ойнай алмайды. Қайда кетті екен, а? Құрсын. Сіз кетейікші мына жерден. Қайда жүр екен, а?